Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте жұмсақ, мраморный пирог әзірлейтін боламыз. Жасалу жолы өте оңай, үйдегі бар заттармен жасауға болатын. Бізге керегі жұмыртқа, қант, сармай, ұн және де разрыхитель. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаларымызды жарып алатын боламыз. Жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, жайлап миксерлей бастаймыз. Жай жылдамдықтан жоғарғы жылдамдыққа көтеріп, ағарғанша миксерлеп алатын боламыз. Міне біздің массамыз 2 есе үлкейіп ағарды. Енді ұнымызға қамыр қопсытқышымызды салып, електен өткізіп салып алатын боламыз. Менде сол жері түспей қалыпты. Мен барлығын електен өткізіп салып, араластырып алдым жақсылап. Міне менің массам дайын. Дайын болған массаны 2-ке бөліп, бір бөлігіне бір ас қасық какао салатын боламын. Какаоны да електен өткізіп, біркелкі болғанша жақсылап араластырып алатын боламын. Міне мен массаларым дайын болды. Енді біз ыдысымызды майлап алдық. Осылай бір-бір ас қасықтан арасын ашып салып шығатын боламын. Енді екінші жеріне осылай ақ массадан салып шығатын боламын. Осылай кезек-кезек үстіне енді ақ массаның үстіне қара массаны қойып шығатын боламын. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Міне барлық массаны салып шықтым. Енді ыдысымызды осылай ұрып алатын боламын, ішіндегі ауалар шығу үшін. Және де таяқшаның көмегімен осылай үстіне сурет салып шықтым. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Үлпілдеп болып шықты. Өте дәмді, әрі жұмсақ болып шыққан. Қонақтарыңызды осы пирогпен қуантсаңыздар болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетсеңіздер. Сіздермен болған мен, Айдана.